sallallohu alayhi vasallamning qasiyatli meshiti Masjid Nabaviy deb ataladi. Bu qisqacha namozni o'qib жақсылап құлақтарыңызбен де көздеріңіз пайғамбарымыздың мешітінде солай отыра беріңіздер. Мағаталар отырып алсаңыздар да болады негізінде, біраз аяқты шашып отырып алыңыздар. Осылай отырып алыңыздар. Сізді алдын жауып қалмаңыз, отыра беріңіз, отырып сөйлей берсеңіз болады. Есілі қатты айтамын мен қазір. Пайғамбарымыз Медина қаласынан келгенде қалай болды? Мекке қаласынан келгенде бірінші мына Құба мешіті тұрған жерге келді. Сол жерге жақындаған кезде Рамна деген бір кішкене ойпат сайдың ішіндегі алғашқы жұма намазын оқыды. Естіп жатсыздар ғой құрметті. Алғашқы жұма намазын оқиды, одан Құбада қалып бірінші Құба мешіті сол жақта сол кезде мына Медина қаласында үлкен болмаған мына жердің барлық айналасында Медина халқы пайғамбарымыз сондай сағынышпен, керемет бір ниетпен, көңілмен пайғамбарымызға қарсы болды. Пайғамбарымыз сол жұма намазын оқып біткеннен кейін қасиетті түйесіне отырады да түйенің тізгінін қоя бере салады. Түйе Алла тағала түйеге білдірген қайда барып тоқтайды, пайғамбардың үйі сол жерде болу керек дейді. Пайғамбарымыздың түйесі ақырын жүріп отырды, анау Құба жақтан келді. Келген кезде жолда көптеген адамдар шашып көптеген адамдар гүл лақтырып пайғамбарымыз сондай керемет қошеметпен қарсы алады. Бірақ сахабалардың, ансарлардың, мединалық сахабалардың ойларында мына нәрсе тұрды. Пайғамбар қай жерге қасыбасы тоқтайды қасиетті түйесі. Пайғамбар кімнің үйіне қонақ болады екен? Осы жер өте қатты маңызды болып тұр да. Қасында Әзірет Әбубәкір бар. Осылайша түйе келеді, тура жүріп келеді да бір сахабаның үйіне тоқтайды, түйе сәл кідіреді, анау сахаба қатты орап келеді. Пайғамбар менің үйге қонатын болды, бірақ түйе арғы жалғасып кетеді ғой. Сөйтіп адамдардың іштерінен өтіп келеді да Нәджар деген Нәджар әулет болған. Соның Сейіл және Суей деген екі жетім баласы болған. Мына мешіттің тұрған орны солардың құрма кеп тұретін бір орындар болып кеткен. Екі жетім баланың орны. Пайғамбарымыздың түйесі келеді бір жерде шөгеді. Шөккен жердің тура қарама қарсысында Зейд бин Сабит Айюб Сұлтан әл-Ансари деген қазір исламда жатқан үлкен сахаба. Соның үйінің алдына тоқтайды. Бірақ түйенің шөккен жері жаңағы екі жетім балаға тиесілі. Бірақ енді қарасаңыздар, анау ет тағы жақын тұр. Сол жерден Кәсуа өзі біраз жаңағы түйе боздап сол жерге отыра кетеді. Пайғамбарымыз Кәсуаға айтып қойған, оған бұйрық қойған, Кәсуа қайда тоқтаса мен сол жерде боламын айтты. Пайғамбарымыздың түйесінің атын жаттап алыңыздар, Кәсуа деген түйесі болды. Пайғамбарымыздың тура тоқтаған жері сол жетім балаларға тиесілі болғаннан кейін ана екі жетім бала келеді, Әзірет Әбубәкірге ишара көрсетеді, әй Әбубәкір мынаны сатып ал дейді. Бірақ екі жетім бала айтады, ей Алланың елшісі, біз сізден қалай сатамыз саған? Біз қуана мынаны келеміз дейді. Жетімнің ақысы деген нәрсе бар. Пайғамбар саласыдан Әзірет Әбубәкірге ақша балаларға бергізіп, сол мына тұрған жерді өзі сатып алған. Пайғамбарымыз саласыдан мына жағына қарағанда Зейд бин Сабит Айюб Сұлтан әл-Ансари қатты қуанып, ей Алланың елшісі, пайғамбарымыз сол сахабаның үйінде 3 ай жатты жүрді қарап. 3 ай пайғамбар сол Зейд бин Сабиттің үйінде, Айюб Сұлтан әл-Ансаридің үйінде 3 ай бойы жатты. 3 ай бойы жатып, мына мешіттің тұрғызды. Ол кезде әрине бұл мешіт мынандай болмаған. Енді пайғамбарымыз сол үйге кірген кезде айтады, Алла елшісі, сіз жоғары қабатта жатсаңыз дейді. Пайғамбарымыз бірінші этажға кіреді, бірақ жоғары жақты таңдайды. Егер өйткені бірінші этажда жатса, ана кісілер шығып келген кезде біраз ыңғайсыз болмасын, өздеріне қонақ келген ыңғайсыз болмасын деп пайғамбарымыз екінші этажда жатып, 3 ай болып сол үйде мүбәрак өзі сонда болды. Ал енді бұл жерге келгеннен кейін пайғамбарымыз сахабалармен бірге өзі кәсіпті жұмыс жасап, тастарды көтеріп, пайғамбарымыз осы мешітті қалпына ақырын келтірді. Бірақ ол кезде мынандай үлкен мешіт емес,
ары кетсе былай 30 метр, мына жағы 35 метр, айдан келгенде бір 1000 квадратқа жетпейтін ғана бір шаршы бір мешіт қана болды. Оның күмбезі ешқандай болған жоқ. Төбесін жауатын құрылыс материалда болған жоқ. Төбесін құрма ағаштардың жапырақтарымен жауып қойған. Осылайша пайғамбарымыз осы жерде бір жағы үйі болды, бір жағы мешіті болды. Сахабалар келген кезде пайғамбарымыз уағызды сол жерге айтты. Сахабалар кейін көре бастаған кезде 10 мешіт ақырын тағы да үзбеген пайғамбарымыз. Өмір келсе бірліктен өткен. Бірақ енді пайғамбарымыз өмірден өткен кезде дәл сол өзінің Айша анамызбен өткізетін бөлмеде сол жердің ішіне жерленген. Айша анамыздың көз тірісінде ортаны бөліп қойып, мына жағында өмір сүре берген. Мына жағында пайғамбарымыздың қабірі бар еді. Айша анамыздың әкесі